Және әйел кісі өзini сондай таза ұстау керек, өзini сондай таза ұстау керек. Әйелі, яғни күйеуі әйелін көрген уақытында жеркенбейтін дәрежеде болу керек. Қарасаң, шашы тоқым болып кеткен ғой, тоқым. Шашын тарамайды. Бүйтіп алады, бір бәлем тығып алады. Индейштердің қатындарына ұқсап алайық. Енді ол тойға баратын кезде көрсең жынды болып қаласың ғой. Қаяққа кетіп жатыр деп түсініп қаласың. Қаяққа кетіп жатырмын деп ойланып қаласың да. Бірақ оны ойланатын милау еркек жоқ та ол. Көз алдында ыбырсып жүрген қатындар жыртық штандарды киіп алып, жыртық нәскилерді киіп алып, алдында мұсыр болып жүрген қатыны тойға, бешерге, біреудің үйіне баратын кезде ауыздарını неше түрлі гимнасткалармен бояп, шаштарını неше бір әдемілеген бұл қаяққа кетіп жатыр деп ойлайсың. Сонда сұрайсың, кімге көңіл кетіп жатсың? Әйел кісінің ең әдемі болып көрінетін уағы өзінің күйеуінің алдында. Әйел кісіге тар нәрсе кию болмайды, бірақ күйеуінің алдында болады. Өзінің күйеуінің назарын тартуға, өзінің күйеуінің махаббатын ашуға әдемі әтерлерді сеуіп, шашыны жақсылап, тарап, жуынып, әппақ болып күйеуінің алдына шықса, бұл сол әйел үшін сауап болады. Сол әйел үшін өте үлкен сауап болады. Қарың? Үйіне келсе қараса, шашын бар тозып кеткен, өңкей жыртық-быртық нәрсе киіп жүреді ғой, сол үйде кейбір қатын нәрсе. Соны көрген уақытта ана еркектің аппетиті өледі болса. Сыртқа шығатын болса, қарасаң бір әйелдер жүрген кезде бөксесі ар жаққа 1 метр, бер жаққа 1 метр жүргенін көріп тұр, аузынан су ағып. Сол қатынды үйіне барып көр, сол қатын сенің қатыныңнан бәттер шашы тоқым болып жүреді оның. Біздің әйелдер көбірек көшеде жүруге әдеттенген, көшеде үйге жоқ қарамайды. Астағфирулла, бір үйге барып қалдым. Әбетте, яғни сол әбет уақытында. Жаңағыны қалдым, оны мен жақсы білемін. Үлкен жұмыста істейтін әйелдер жаңағы. Үйіне барып қалдым, шықты, көзін бәрі ісіп, қабағы ісіп. Ана шаш құдай біледі, неше жыл таралмағанда қарап тұрдым да. Саламаса. Мен шарым етім. Әйел кісі бар ма? Өзіне қарау керек. Әйел кісі күйеуіне сондай жақсы жағымен қарану керек. Таранып, таза жүру керек әйел кісі. Қарың, мұна үйленбеген жігіттер, сол келешекте үйленетін келіншектерді жақсылап, ислами түсінігі бар адамды алуға әрекет қылу керек. Ана түсінігі жоқ қатын бар ма? Оны өлтірсеңнен түсінбейді, оны өлтірсең де түсінбейді. İslam бұл надандық діні емес. Бұл білімділіктің. Әйел кісі қанша көркем болса, күйеу сонша жас болады. Кейбіреулер айтады, шашы мағарып кетеді дейді. Сарғайып кетпегеніне шүкір дей берді, сарғайып кетпеген. Бұл әйелдердің машаққаты адамдарды кәртейсіз береді. Бірақ әйел жақсы болатын болса, еркек кәртеймейді. Еркек кәртеймейді. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Кімде кімнің әйелі жақсы болса, ол иманының жартысыды. Иманның жартысына татитын әйелді ол. Қараң. Үйге келуден қарғауды бастаған әйел болса, кетіп қалады да бәрі, береке кетіп қалады. Әйел кісі үйге таза болу керек. Кейбір адамдардың үйіне барып қалсаң, үйде иш болады. Неге иш? О, қандай иш ол? Жаңағыда айтқанда көшеде жүрген көретін болсаң, ваха, мынаның үйі сонда тап-таза шығар, сон үйіне келген көрпешесі жуылмаған, дастарханы жуылмаған. Аны ыдыстарын көретін болсаң, о да адам емес, ит ішпейтін ыдыс болып кеткенде, бірақ оны көшеде жүрген фигурасын көріп, фигураңа оттысын дейсің. Мұнда фигураның не керегі бар? Әйел үйін таза ұстау керек. Әйелдің үйі таза болу керек. Кейбір әйелдердің огородына қарасаң, бөтен шөп жоқ қой, бөтен шөп жоқ.
кейбір әйелдердің үйінің ішіне отыратын үйінің ішіне шөп шығып кеткен ғой. Рас сонда. Экология деп ойлайды ма олар? Үйдің іші бар ма? Астағфирулла болып кеткен ғой.